Не істеп жүрсіз? Өз заттарын. Өзінің алып берген заттарын тасып жүр. Кім бар мына жақта? Ё-майо, мына анық қойды. Ё-майо, осы болмаса мен адам емеспін. Адам болмаймын, осы болмаса. Қалайсың жаным? Күшті. Осындай жерге келдік, қазір көрсетеміз. Туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Өте қатты қуаныштымыз. Кәдімгідей мен қуаныштымын. Екеуің үшін баяғыдан тілекшімін. Екеуің айырылысып кеткен кезде енді бір сұмдық болдым деп өйтіп жегізбей ақ бір сұмдық болған жоқпын өзім. Бір неприятно болды. Бірақ енді туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Өте қатты қуаныштымыз. Кәдімгідей мен қуаныштымын. Екеуің үшін баяғыдан тілекшімін. Екеуің айырылысып кеткен кезде енді бір сұмдық болдым деп өйтіп жегізбей ақ бір сұмдық болған жоқпын өзім. Бір неприятно болды. Бірақ енді деп қалдым енді. Әттеген ай деп, Иә, Ағапкенің өзіне қой деп ядым. Көзің ашып көкірегің ояу екен. Иә, сразу Сәкенге звондап ситуацияны исправить етіп жіберейін деп едім. Болмады енді, бұйырмай қалды енді. Бірақ өз-өздерімен жатты болды. Сол өте қатты қуаныштымын. Сыйластығымыз ажырамасын. Арамыздағы енді жасы үлкен болса да бізбен бірге әрқашанда құрдасындай сөйлесіп, ақылын айтып, бірақ енді біз дейтін хей, сержан да кетпейміз енді, орны білеміз, дегенмен сыйлаймыз, себебі енді ішіп шегіп бір қуып жаман жолда жүрген жоқ, әрқашанда спортты, жақсы нәрселерді нұсқап жүреді, сондықтан да мен рухпайсың деп ойлап қалдым. Мен негізі адам никогда дейді ғой, мен кеше бүйтіп Идош пен Айбектің несінде отыр жоқ, Айбек пен Идоштың гендер патиінде отырдым да. Әсемейді мен не істеп отырмын деймін ғой. Не істеп отырмын, мен баяғыда айтқан адаммын ғой деп ше. Мен былай Құдайға шүкір деймін, любой ортаға сіңісіп кетемін ол біріншіден. Ол жақсы да, ортаға өнерің емес, мінезің емес ясың. Шүкір осындай мінез берген Аллаға шүкір. Самый главный бақытты бол, байқуатты бол. Самый главный мына қолың қарай бермесін. Екі қолына қарағанда мына қолы қарай тұр да. Неге? Енді жұмыс істейді ғой, сен пахать етеді ғой. Сіздермен бірге бүгін Асида берген кітапты ашып көрейік. Ішінде осындай сыйлық хаты бар. Мың қараның ішінен менің таңдап алған аппағым деп Асида көп рахмет, ешкімге қолдаушы болмадым дейді. Сізге көп рахмет, Алла разы болсын. Сындай күшті етіп оралған. Бүгінгі келген жасыл двойкам бар ғой, тоже онда қолдаушылар береміз. Тоже бәрі күшті деп айтып жатыр. Күшті көрек сияқты мынау. Материалын өзі көрініп тұр ғой. Көйлек бар, двойкама. Мынаны әдемісін ай. Мен қызымдағы киімдер ғой мынау. Еще прям двойка дейін, прям обожаем ше. Двойка ыңғайлы көйлекке қарағанда. Юбкасын қараңыздар. Еще эсковин размерімде. Мынаны әдемісін ай. Қандай күшті. Ешеге киім берсі. Асида Алла разы болсын. Өте қанып қалдым. Сіз жақсы көрем. Қолдауларыңызға көп рахмет. Тағы да біз эфирден шыға салып, я, себя обещала, что каждый день я буду ходить пешочком для своего здоровья. Вчера прошло 10 тысяч шагов, сегодня, я не знаю, я не считала. Пришли на Арбат, перекусили, теперь будем кушать мороженку. Со мной Айданочка. Вот так вот. Сейчас всем косточки перемоем. Сіздер, біз Жансая екеуміз кешкі Алматыны аралап, кішкене қыдырып жүрміз. Енді мен бүгіндікке сторис өте аз салған екенмін, сол себепті давайте сұрақ жауап жасайын. Бір 5 или 10 сұраққа қызық деген осындай лайв форматта жауап бергім келіп тұр. Сол үшін сіздердің көкейлеріңізде жүрген, мазалап жүрген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады.
Мен сіздердің сұрақтарыңызға кішкене жауап беріп тастайын. Үйге келіп, мамамен сөйлесіп, енді ғана телефонға қарап жатырмын. Қызықты сұрақтарыңыз өте көп екен, және де сұрақтардың көпшілігі Тұран жайлы. Біз енді бүгін ортаға шықпадық, эфирде ертең боламыз. Міндетті түрде ертең эфирді көріңіздер. Сіздердің көптеген сұрақтарыңыздың жауабы ертең сол эфирде айтылатын болады. Мектепте алтын белгі болғансыз ба деген сұрақ қойыпты. Мен мектепте алтын белгіге бітіргенмін. 125-тен 113 бал алғанмын НТ-дан. Одан кейін жалпы енді мен мектепті бастауышта Қожа Ахмет Яссауи атындағы номері 123-ші гимназияда оқығанмын Алматы қаласында. Одан кейін Бесағаш ауылындағы Талғар ауданына қарасты 28-ші мектепті алтын белгіге бітірдім. Одан кейін Казгуге грантқа оқуға түстім. Сосын Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрадалық цирк колледжінде платныйға оқуға түстім. Одан кейін грантқа ауыстым. Және де соңында президенттік стипендия иегері атандым. Негізі мен былай ән айтып, билеп жүргеніммен де, бірақ мен сабақты бірінші орынға қоятынмын. Және ешкім білмейді менің жақсы оқитынымды, бірақ мен негізі өте жақсы оқыған мектепте. Қайрат Нұртаспен бірге түскен фотолардың бәрін салыңызшы дейді. Енді Инстаграмда да, ТикТокта да өзім байқадым. Пабликтерде біраз жерде жүр екен Қайрат ағамен түскен суреттерімді салып қойған екен да, мына қызды таныдыңыздар ма депші. Негізі мен Қайрат ағаның фанаткасы болғанмын. 4-ші класстан бері мен қатты прям фанатела, честно. Суреттерін сақтап, әндерін жазып, дискларын әлі күнге дейін менде бар. Автографы бәрі бар. Прям шынымен де менің өнерге келуіме, Жүсіпбек Елебеков атындағы колледжге оқуға түсуіме жалпы біраз септігін тигізген адам деп айта аламын. Және мен қатты арманшыл адаммын өзім. Қатты армандайтынмын сол Қайрат ағамен бір сахнада жүрсем деген сияқты. Сол армандарым мүмкін мені осы жерге дейін жеткізген шығар деп ойлаймын. Енді негізі менде фото өте көп. Просто ішінде есть удачные, неудачные деген сияқты. Өзіңізді қаншалықты бағалайсыз, өзіңізді жұлдызбын деп санайсыз ба дейді. Өте керемет сұрақ қойдыңыз. Өте мағыналы сұрақ мен үшін. Мен өзімді өте қатты бағалаймын. Білесіздер ме неге? Аллах тағала мені настолько жақсы көреді. Аллах тағала настолько мені махаббатпен жаратты. Мен не үшін өзімді бағаламау керекпін. Бірақ өзімді мен жұлдызбын, мен кереметпін, ойбай, мен аягөзбін деген нәрсе мүлдем жоқ. Самый последний, ең қарапайым адам болып мен жүремін, өмір бақи солай болады. Өйткені адам өзінің құл екенін ешқашанда ұмытпау керек. Мен құлмын, құлда не бар, құлда ештеңе жоқ. Болды. Қыздар толып қалыппыз. Или мен психологиялық сабақтарды өтіп жүргендіктен қандай оқығам ше, бір мұң болып қалған ба, бір альхамдулилlah, күн сайын мен психологиясыз мен жүре алмаймын, мен дірілдеймін кәдімгідей. Күн сайын шүкір айтпасам, күн сайын альхамдулилlah психологиялық сабақтардың барлығын сатып аламын. Бүкіл ақшамды қисам да психологиялық сабаққа деген мен ақшамды бүйтіп ұстап қалмаймын, беремін, потому что ол менің өміріме деген азығым, өзіме деген білім деген сияқты ғой. Бірақ жалпы психология неден келеді? Ол біздің жалпы дінімізден келеді ғой. Біздің дініміз өте жаңағыдай салмақты, өте мейірімді, сондай дін ғой енді. Сондай оқығанымда салмақты, спокойно деп ше, бірақ андай ішімде бір жалмауыз бір шығып кете береді, бүйтіп ше. Сонымен бүгін деген қой дедім, құрсын дедім, үндемей жоқ болып кететін болдым бір күн. Шығайын деп сториста бүгін байқадыңыздар ма, кішкене энергиям күшті болып атылып отырмын. Сосын қыздар кім байқады? Мүлдем кірпік жабыстырмаймын. Вообще, альхамдулилlah, кірпіктерін қарсаңыздар, тіппәй деп айтады. Вообще, маникюр жасамаймын. Мүлдем ұнамайды. Мына 1,5 жыл бұрын ерін жасатқам, тоже вообще ұнамайды. Алдып тастағым келіп жүр. И мен не байқаймын? Көшеге шығамын, қыздарды қараймын. Бәрінде кірпік, ауыздары дути, бәрі тырнақтары мынандай. Как будто бір инкватор тауықтан шығып келетқан сияқты, бәрі бүйтіп бір-біріне ұқсайды да. Представляете? И және де қазір бір мода емес па, бір некрасиво көрінеді ше, вообще әдемі көрінбейді.